Сәлем достар, қазір пиццаның тестасын бірге жасайтын боламыз. Біраз ұнымызға шекерімізді, тұзымызды, дрожжымызды қосып жақсылап араластырамыз. Оливковый масло или болмаса сұйық майымыздан құямыз. Шымшым жылы суымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жақсылап біріктіре отырып, әдемілеп қамырымызды аз-аздан суымызды құя отырып илеп аламыз. Описаниеге тестасының илеу жолының, осы пиццамыздың жасау жолының барлығын түгелдей грамм-граммен жазып кететін боламын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Жақсылап біріктіреміз бір-біріне. Толықтай иемі қанғанша осылайынан илеп жүреміз. Одан кейін 5-10 минутке қалдырамыз бетін жауып. Ортасына толық начинкамыз дайындап алғанша. 5-10 минут өткеннен кейін екіге бөліп аламыз. Жақсылап осылайынан дөңгелектеп екіге бөліп аламыз да. Дайын болған тестамызды 30 сантиметрге келтіре отырып жаятын боламыз. Диаметр 30 болу керек. Осылайынан ыдысымызға орналастырып аламыз. Менде енді ыдысым кеңірек болғаннан кейін, пешім кеңірек болғаннан кейін екеуін бірдей пісіріп алайын деп жатырмын. Екеуін де теңге әдемілеп жайып аламыз, жұқалап отырып. Одан кейін шет-шетінің барлығын осылайынан өріп шығамыз. Бұл тек әдемілік үшін өрсеңіздер де болады, или осылай қалдырып, бірден саусын жаға берсеңіздер де болады. Енді мен шет-шетіні өріп шықтым осылайынан. Өргеннен кейін ортасын тегістеп, бір басын қырап, тегістеп жібересіздер. Вилкамыздың көмегімен барлығын осындай қылып, басын қырап отырып, тесіп шықсаңыздар, ол кезде көтеріліп кетпейтін болады тесталарыңыз. Соусын алдын ала жасап алдым. Сіздер де осындай қылып алдын ала соус жасап алсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады соуспен. Жақсылап осылайынан тегістеп шығамыз. Қазір пиццамыздың ортасында біреусін мен колбасамен жасаймын, біреусін тушенкамен жасаймын. Екеуін де өзім жасағанмын. Қыздар, егер сіздер де балдарыңызға осындай адаласпен жасап берем десеңіздер, менің мастер-классыма келсеңіздер болады. 10 түрлі колбасаның жасалу жолы, 3 түрлі тушенканың жасалу жолы және холодестердің жасалып сатылымға шығару жолдарын үйрететін боламын ол жерде. Және осы колбасамен сэндвичтің 4 түрлі жасау жолдарын үйренесіздер. Толықтай WhatsApp ссылкасын қалдырып кетем, мастер-классқа қатысам десеңіздер, описаниеден көріп, WhatsApp ссылкаге өтсеңіздер болады. Осындай қылып сырымызды ортасына тегістеп, жұқалап салып шығамыз. Одан кейін өзім үйде пісірген осындай колбасаларымды ортасына орналастырып шықтым. Әдемілеп тегістеп, барлығын орналастырып алдым. Екіншісін өзім жасаған тушенкамен турап, осындай қылып ортасына себелеп салып шықтым. Үстіне тағы да екінші слой осындай қылып сырды саласыздар. Қалаған начинкалеріңізбен жасасаңыздар да болады, бірақ енді өздеріңіз жасаған колбасамен, одан кейін жаңа тушенкамен жасасаңыздар өте дәмді керемет болып шығады екен. Қызып тұрған пешімізде 250 градуста 5 минут аралығында, 5-6 минут аралығында қызарғанша толықтай пісіріп алатын боламыз.
Піскеннен кейін, осындай қылып қызарып піскеннен кейін пиццамызды аламыз. Қазір сіздерге кесіп көрсететін болам. Енді өте керемет дәмді болған. Әсіресе үйде жасалған колбасамен енді балдарға қатты ұнады, сүйсіне жеді. Сіздер де балдарыңызға осындай қылып әдемілеп жасап беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және тушенкамен жасалған түрі жұмсақ, ауызға салсаң балдай ерейтіндей өте дәмді болған. Қазір результатын көріңіздер, мына осындай красота болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.